Менің аты жөнім Байдос, фамилиям Өмірбеков, жасым 70-те. Осы февраль айының соңғы ширегінде аяғымнан тобығым кілтілдеп, мүлде жүре алмай жатып қалған жерімде осы компанияның өнімдерін алып пайдаланып жүрген бір жақын танысым келіп, осының көмегі болады. Осыны пайдаланып көрдіп, король кардицепс деген, сосын радиола красный, санбей шай, осыны өзіне алғаннан аз-аздап маған бөліп, сол тобығым келесі күніне пайдаланғаннан кейін мүлде ауруы жазылып, қалпына келіп, үлкен қуанып, сосын аяғымнан басқасын өзім іздеп осы жерге келдім. Онда Зұлқия деген бір қыз алдымнан қарсы алды. Өнімдерінің бәрін көрсетті. Зейнеткермін ғой, аса дәулет жоқ. Қалтамда бір 40-50 мыңдай ақша бар еді. Бейнеттен аурудан құтқарғаннан кейін оған жүрегіммен сеніп тұрғасын аяйын ба, соған сатып алып үйге барып, 3 күн өткеннен кейін өзім бұрынғы Торғай облысы Арқалықтікімін. Арқалықта Бекболат Ысқақов деген құрдасым қалған. Сол түнгі сағат 12-де Байдос тіліңнің орамы бар еді, мені жоқтап, енді 5-6 ауыз жоқта өлең жазып келесің ғой, жағдайым осындай болды менің деп. Төбемне жай түскендей, құрдас жолдасым, біздің жағада қатарларымыз өте саусақпен санайтындай сиреп қалған. Бір-бірімізге қымбатпыз. Кемпірді салып алып қасыма жаңа Арқалықтан таңғы 6-да Арқалықтан бір-ақ шықтым. Келсем, түсі қағаз сияқты кәдімгі бояп қойған. Әппақ боп қаны қашып, төсекте қасында молда отыр, жеңілдік айтып. Енді қиналмай жан тапсыру ғой, жеңілдік айтудың мәні. Соған айта беріңдер, бірақ мынаны Бекболат мен саған алып келдім, әдейі түнгі сағат 1-де үйден шығып кеттім, Астанадан машинада аямай қуып жетіп келдім, сенің көзің тіріде көрейін деп. Радиола красныйдың 30 грамм ғой, 15 граммын жарты бутылкасын аузына қойып, жарты сағаттан кейін санбей деген шайдан 2 пакетін 1 кесе суға салып жіберіп, желкесінен көтеріңкіреп ұрттатып, соны ішкізген. 5 сағатта жаңағы мынау Байдос, сен алдында айтқам, сен жібермеймін, мен сенің келатқан ажалға қарсы соғысуға келіп тұрмын, мен бұл жерде жай келіп тұрғам жоқ деп сөйлегім. Әлгі айтқан сөзің сенің рас болды, шында да сенен қашайын деді, маған тіршілік кірейін деді деп, жаңағы көз жанары өзгерді. Көзі жанары сөніңкіреп баратыр екен. Ең бірінші жан кіргенде оның көзіне кірді. Содан бозарып қалған түсі қан жүріп қарая бастады, қоңырая бастады. Сол көзінде айтқан сөзі ғой, сенен қашайын деді, сен жеңейін дедің мінекей деп. Қасында бір күн болдым, одан кейін шайды енді 2 пакеттен 1 кесеге салып тұрып бере бердім. Қалған анау пайдаланған, өте аз пайдаланған нәрсе ғой. Енді бағасы жоғары, сосын жаңа оны банкіге салып, үстіне су құйып, оны дайындай бердім. Қасында 3 күн болып, аяғынан тік тұрғызып, өзіне келтіріп, қуанышқа, кемпірі де, балалары да қуанышқа кенеліп қалды. Бұл енді көрер көзге ешқандай дәрі аптеканың. Енді мен көп ауырып та көрген кісі емеспін, ауру жөнінде тәжірибем де жоқ. Бірақ айлап, жылдап емделіп жүреді ғой. Ал 1-2 сағаттың көлемінде осындай әсер ықпал еткен, жаңағы о дүниеге кетіп баратқан, иманын айтқызып атқан адамға осылай әсер етуі деген менің көңіліме үлкен ой ұялатты. Әр
отанның ең басты байлығы адам ғой, халқы. Ауру адам емес, сау адам. Бұл енді әрбір пакеттерде болып жазылған болып жатады, два в одном деп. Бұл денсаулығыңды бір жөндейсің. Бұныменен бірігіп халыққа таралтып, ел игілігіне, елдің сауабын алған екі жақты жаңағы адамға бұл игілікті шаруашылық, Алланың нығметіне бөлену деген осы енді. Ал денсаулығы жоқ адамға өмірдің де ешқандай қызық жылуы бар деп айта алмаймын. Денсаулығын күткісі келген еді адам, бұл компаниямен байланыспаса, бұл енді әрі біліп жатқанымыз жоқ қой. Мен де жаңағы аяғымнан, тобығымнан жүре алмай қалғанға дейін мұндай дәрі іздеп, мұндай компания іздеп көрмегенмін. Бір нәрсеге себеп болады. Осындай себептерменен келіп, осындай игілікке жолыққаныма ризамын. Ал барлығыңа да осы игілікке жолығуларыңды Алла нәсіп етсін. Ауырмаңдар, сау болайық. Табысқа да кенеліңдер, елге таратыңдар. Әрқайсысы өз аздап қана алып, өз организмінде қалай сезіледі, солай көзін жеткізулеріне болады. Мен өз басым ешқандай күмәнданбаймын мұның әсер ықпалына. Елімізге осыншама байлық, игілік әкелген осы азаматтар, міне Алланың жарылқауына, Алланың игілігіне кенелдеп батамды берем. Алдарыңда қалған өмірде түгелімен сәттіліктерге кенеле беріңдер. Екі дүниенің қызығын нәсіп етсін Алла. Бақытты болыңыздар.